Петропавлда Қызылжар Инвест халықаралық инвестициялық форум аясында Қазақстан Швеция арасындағы бизнес форум өтті. Кездесу барысында ауыл шаруашылығы өндірісінің басым бағыттары мен оларды өңдеу туралы сөз болды. Құрметті меймандардың бірі Швецияның ауыл шаруашылығы министрі Свен Эрик Буктпен бірге облыс жетекшісінің төрағалығымен өткен жиында солтүстік Қазақстан облысының даму перспективалары сөз болды. Біз қазір облысымызда техниканың бірнеше түрін шығара бастадық. Еуропалық компаниялармен бірге ол техникаларды жинап жүрміз. Осы орайда швециялық кәсіпкерлерді де осындай салада жұмыс істеуге шақырамын. Облыс жетекшісі сонымен бірге өңірде машина жасау саласы дамып келе жатқанын атады. Сол себепті бұл шетел инвесторларына қаржы құюға болатын салалардың бірі екенін жеткізді. Несколько наименований техники вместе с европейскими и российскими производителями собираем здесь и переходим на локализацию. Швецияның ауыл шаруашылығы министрі екі елдің климаты ұқсас дейді. Ал Швеция бизнесмендері әлем елдерінде кәсіпорындарын ашып, жемісті жұмыс жасап жатқанын атады. Бұл қоғамдық тамақтану, машина жасау саласында да ірі кәсіпорындар. Ынтымақтастығымыздың болашағы зор. Қазақстан мен тауар айналымын арттырмақ ойдамыз. Сіздерде ауыл шаруашылығы мен азық-түлік өнімдерін дайындауда үлкен мүмкіндік бар. Ал біздің кәсіпкерлер мәселелеріңізді шешуде көмек бере алады. Біздің өңір мен Швеция арасындағы қарым-қатынас енді ғана жүзеге асырылып келеді. Ең басты міндет облыстың потенциалын көрсетіп, швециялық бизнесмендерді де қаржыларын Қазақстанға құюға шақыру. Өйткені шетелдік инвесторлар 10 жылға салықтан босатылады, оған қоса мемлекеттен субсидия да беріледі.